Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қысқа арнап қиярдан керемет салат жасайтын боламын. Алдын ала заттарымыздың барлығын жуып тазалап алып, бірінші бұрышты осылай турап аламыз. Егерде каналыма тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Қиярымызды осылай дөңгелек формада турап аламыз. Қалыңдығы дәл осындай болса болады. Помидорды ет тартқыштан тартатын болғандықтан осылай 4 бөлікке бөліп алдым. Одан соң дәл осылай чеснокты да майдалап турап аламыз. Мен бұл салатқа укроп пен петрушка қосамын, сондықтан осылай майдалап оны да турап аламыз. Алдын ет тартқыштан осындай ащы екі бұрышымызды өткеріп алып, одан соң помидорымызды осылай өткеріп аламыз. Егерде блендер болса, блендерден өткерсеңіз де болады. Енді помидорымыздың үстіне осылай бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан соң газымызға қойып, осылай қайнатамыз. Енді 15 минут қайнатамыз. Одан соң қант пен тұзымызды салып, жақсылап араластырып, тағы да қайнатамыз. Дәл осы жерде қара бұрыштың 10-12 данасын салып жібереміз. Одан соң осылай қиярымызды салып, жақсылап араластырып, тағы да қайнатамыз. Қияр салынғаннан кейін қайнауы 15 минут болу қажет. Неке қиярымыздың түсі өзгеріп бастағаннан соң үстіне сұйық майымызды құямыз. Одан соң чесногымызды, петрушка мен укропты да саламыз. Араластырып болған соң, бір ас қасық 70% уксусымызды салып, тағы да араластырып, 15 минут тағы да қайнатамыз. Енді банкамыз бен крышкаларын дайындасақ болады, міндетті түрде парлап аламыз. Салатымызды ыстықтай күйінде банкаларға құйып аламыз. Арнайы құрылғымен банкамыздың аузын жақсылап бекітіп аламыз. Одан соң банкаларымызды төңкеріп, бетін жауып, одеял немесе сүлгімен жауып қойсаңыз да болады. Бір күнге қойыңыздар. Осы рецептпен жасасаңыздар 4 литр шығады және кішкене ғана ауысады. Мінекей қыс мезгіліне арнап салатымыз дайын болды. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода көріскенше.